Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жеңіл салаттың түрімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді және өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажет болады помидор черри. Міне осылай оны 4-ке бөлеміз. Одан кейін 3 жұмыртқаны пісіріп аласыз. Толық піскеннен кейін оны да 4-ке бөлеміз. Салатные листья. Ал енді туралған черриді осылай әдемілеп саласыз. Одан кейін туралған жұмыртқаны саламыз. Консервированный тунец. Бұл жерде ең керемет дәм беретін осы тунец. Кез келген бұрыштың түрлерін қолдансаңыз болады. Менде прованские травы. Зәйтүн майы. Дастарханда өте әдемі көрінеді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.